Шет елде діни білім алудың қаншалықты қауіпті екенін жастардың көпшілігі түсіне бермейді. Өзге елге білім қуып барған қазақ жастарының ішінде діни ағымдардың ықпалына түсіп, теріс идеологияның қол шоқпары болып кеткендер аз емес. Бұндай оқу орындарына түсу үшін арнайы тестілеуден өтудің қажеттілігі жоқ. Сол арқылы олар абитуриенттер арасында қызығушылық тудырады. Шет елдік бейресми діни оқу орындарының мақсаты қандай? Олар діни теріс идеологияны насихаттап, өздерінің қатарларын жас буынмен толықтырады. Діни экстремистік және террористік қылмысқа итермелейді. Көптеген деструктивті діни ағым өкілдері жоғарыда айтылған бейресми діни оқу орындарын бітірген. Қазіргі таңда елімізде діни білім аламын деген жастар үшін 6 негізгі жоғарғы оқу орны бар. Олар дінтану, исламтану, теология мамандықтары бойынша оқытады. Еліміздегі дін саласын реттеу жұмыстары Конституцияда бекітілген зайырлық қағидаттарын басшылыққа алады. Сәйкесінше, халықтың дінге қатысты қажеттіліктерін еркін өтеулеріне, діни білім алуларына барлық жағдай жасалған.